Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей Гүлфия Ерболқызы. Бүгін осы бейнеде мен өте дәмді қарақаттан тосап дайындаймын. Яғни бұл қарақаттан тосапты қараңыздаршы, қандай болып шығады. Міне осындай қою, әдемі болып шығады. Қазір жақынырақ көрсетемін сіздерге. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы көп уақыт алмайды, бірақ қыста өте дәмді және пайдалы. Менімен бірге болыңыздар. Қарақатты жақсылап жуамыз. Мен 4-5 рет жуамын. Сол кезде сабағы барлығы осылай судың бетіне көтеріліп ағып кетеді. Мен қарақатты бір-бірлеп сабағын алып тазаламаймын. Бұрын солай бір-бірлеп тазалайтынмын, бірақ ол өте ұзақ процесс. Сондықтан қазіргі уақытта бір-бірлеп сабағын алмай-ақ жуған кезде өз сабақтары түсіп қалады. Міне көрдіңіздер ғой? Жақсылап тұрып 4-5 рет жуам. Міне қарақат дайын. Көп қарақаттың сабағы қалады, бірақ ол еттартқыштан қарақат өткізген кезде білінбей кетеді. Қайнатқан кезде де мүлдем сабағы толығымен жоқ болып кетеді. Сондықтан міне қарақатты еттартқыштан өткіземін. Барлық қарақатты жақсылап өткіземін еттартқыштан. Міне қалған сабақтары өзі жұмсарып, содан кейін жаңа туралып кетеді. Бұл бізде үйдің қарақаты, ата-енемнің үйінен жинап алған болатынмын, өте дәмді. Бұл жерде 4 килограмм қарақат. Осы бейненің төменгі жағына толық рецепті жазып қоям. Міне туралған қарақат жақсылап араластырамыз. Көрдіңіздер ғой, барлығы біркелкі болып шығады. Қазір жақсылап араластырып қант қосамыз. Қантты бірде бір қосам, яғни 4 килограмм қарақатқа 4 килограмм қант қосамын. Егер сіздерде қарақат өте дәмді болса, онда 3 килограмм қосуға да болады. Тағы да жақсылап қантпен бірге араластырамын. Туралған қарақатты және 1 сағатқа шетке алып қоясыздар. Кішкене соғы шыққаны дұрыс. Яғни қарақаттың соғы шығып, аздап қант ериді. Жақсылап араластырасыздар. Міне. Көрдіңіздер ғой, қандай әдемі болып шықты. Енді 1 сағат тұрады. 1 сағаттан кейін жоғарғы отқа қойып, тағы да жақсылап араластырып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін ең төменгі отта 10 минут осы тосапты қайнатып аласыздар. Және де осылай көбігі шығады, тосаптың көбігін толығымен алып тастау қажет. Сол кезде қарақаттың тосабы біркелкі таза болып шығады. Мен 10 минут ең төменгі отта қайнатамыз. Ортасында араластыру қажет. Араластырған кезде осылай көбігі бетіне шығады. Міне барлық көбігін алып тастайсыздар. Егер көбігін алмасаңыздар, онда вареньяның барлығы көбік-көбік болып тұрады. Достар, осы YouTube каналымда тағы басқа тосаптың, қыстық салаттар, соленье, тағы басқа көптеген рецепттер бар. YouTube каналыма өтіп, басқа рецепттерді көріп, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді 1 рет қайнатқаннан кейін толық суғанша осы тосапты қойып қоямыз. Яғни 10 минут қана қайнатты мен төменгі отта. Және толық суғанша қойын, менде 3 сағаттай суды. Содан кейін, суғаннан кейін тағы да қайнатамыз. Яғни ең төменгі отта енді 20 минут қайнатасыздар және көбігін алып отырасыздар. Ең төменгі отта 20 минут. Бұл екінші рет қайнату. Мені көбігі деген өте көп болып шығады. Барлығын алып тастайсыздар. Яғни тосапты тек 2 рет қана қайнатасыздар. Бірінші рет ең төменгі отта 10 минут, толық суғаннан кейін екінші рет ең төменгі отта 20 минут. Содан кейін тосап дайын. Тосап толығымен суғаннан кейін суық тосапты суық банкілерге құясыздар. Егер де ыстықтай бірден құятын болсаңыздар, онда банкілерді стерилизовать етіп, ыстық банкіге құйғандарыңыз дұрыс. Мен тосапты осылай толығымен суытып, суық банкілерге құям. Міне желе сияқты өте қою, біркелкі, тәтті тосап болып шығады.
банкілерге барлығын салып, содан кейін қақпақтарын жабамын. Банкілерді жақсылап жуамын содамен. Сол кезде жаңа банкілеріңіз атылмайды және тосаптарыңыз бұзылмайды. Неғұрлым банкілеріңіз таза болғаны дұрыс. Міне, суық тосапты суық банкілерге құям. Қарақаттың тосапы дайын, өте дәмді, қою, біркелкі болып шығады. Егер де осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.